English with me. Сәлем достар, бүгінгі видеода біз ағылшын тілі жайлы айтатын боламыз. Ең бірінші біз сіздің нақты мақсатыңызды нақтылап алуыңыз қажет. Бұл деген сөз, сіз неге ағылшын тілін үйреніп жатырсыз? Сіздің мамандығыңызға бұл керек пе? Болашақта сізге қандай плюстары бар деген секілді сұрақтарды өзіңізге қою арқылы сіз жауап табасыз және ағылшын тілін үйрену сізге оңай. Егер де сіз ағылшын тілін үйреніп жатқанда неге үйреніп жатқаныңызды білмесеңіз, сіз ағылшын тілін өте жай үйренетін боласыз. Ешқандай қызығушылығыңыз болмайды. Сізді алға тартатын белгілі бір себептер болмайды. Осы себепті де сіз нақты мақсатты нақтылап алуыңыз қажетсіз. Екінші нәрсе ол бізде listening, speaking, reading, writing. Бұл деген сөз есту, айту, оқу және жазу. Егер де біз бұл нәрселерді жасамайтын болсақ, не болмаса белгілі мысалы тек қана listening, яғни естуді ғана дамытатын болсақ, біз ағылшын тілін тез үйрене алмаймыз. Бұл деген сөз біз барлығына көңіл аударуымыз қажет. Сөйлеген уақытта, жазған уақытта біз тек қана мысалы жазуды немесе естуді ғана дамытып қоя алмаймыз. Сонымен қатар сіз білуіңіз қажет нәрсе, сіз өзге тілді күніге сөйлемейсіз. Сол себепті де сіз оны тез ұмытып қалуыңыз мүмкін. Сол себепті мен сізге кеңес беремін, үнемі өзіңізбен болсын, не болмаса бір досыңыз болса, досыңызбен жай ғана мысалы посуда жуып жатқан уақытта өз-өзіңізбен ағылшын тілінде сөйлесеңіз, немесе басқа үйреніп жатқан тілдер болса, солайынан сөйлессеңіз өте жақсы болады. Ағылшын тілін тез үйренуге керемет септігін тигізеді. Сонымен қатар қосымша приложениелер. Мысалы, cake, duo cards, бұл деген сөз, яғни карточка. Егер де сіз жаңа сөздерді жаттайтын болсаңыз, карточкамен жаттағаныңыз өте дұрыс, өйткені карточкамен жаттау арқылы сіздің есіңізде олар ұзақ қалады. Сонымен қатар бұл қызықты іс-әрекеттердің бірі деп айтуға болады. Осы арқылы сіз ағылшын тіліндегі жаңа сөздерді қиналмай жаттайтын боласыз. Ал үшінші приложение ол бізде ELSA. Бұл ағылшын тілі произношениемен жұмыс жасауға көмектеседі. Әрине бұл приложениелердің кейбіреуі тегін болмауы мүмкін, бірақ та сіз белгілі бір қаражатты төлеу арқылы сіз ағылшын тілін өте жақсы деңгейге, жоғары деңгейде көтере аласыз. Келесі біз айту қажет нәрсе ол сіз егер YouTube'дан яғни қазақша видео көргенді ұнататын болсаңыз, немесе орысша, ендеше сіз оны ағылшын тіліне ауыстыруыңыз қажет. Ең бірінші, егер сіз бастапқы деңгейде болсаңыз ағылшын тілінен, ендеше қиын емес видеоларды көріңіз. Өйткені қиын видеоларды көру арқылы сізге ағылшын тілін үйрену мүлдем мүмкін емес секілді көрінеді. Егер де сіз өзіңізге таныс жаңа оңай видеоларды көретін болсаңыз, яғни бұл сізге бір жақсы плюс деп айтуға болады. Өйткені сіз қуана бастайсыз. Видеоны түсінген уақытта мотивация аласыз деп айтуға болады. Және подкасттар, ағылшынша подкасттар тыңдау арқылы сіз ағылшын деңгейіндегі өзіңіздің ағылшынша тез түсінуіңізге өте көп көмектеседі. Біз көбінесе listening, writing, reading, яғни жазу, есту, оқуды дамытып жатамыз да, бірақ та сөйлеуге келген кезде бұл іс-әрекетті жиі жасамаймыз. Өйткені бізбен сөйлесетін бұл тілде адам жоқ. Егер де сіздің подругаңыз ағылшын тілін білетін болса, ендеше сол адаммен сөйлесіңіз. Егер де сіздің үйіңізде ағылшын тілінде сөйлейтін адам жоқ болса, ендеше бос уақытыңызда өз-өзіңізбен ағылшынша сөйлесіңіз. Менің сізге кеңес берерім, мысалы hello деген секілді приложениелерді тартып алу арқылы сіз секілді, өзіңіз секілді ағылшын тілін үйреніп жатқан адамдармен сөйлесе аласыз. Сіз олармен сөйлесу арқылы сіз өзіңіздің listening, speakingді дамыта аласыз. Және келесі біз істеу қажет нәрсе ол кітаптар оқу. Бұл арқылы біз reading, яғни оқу ағылшынша деңгейімізді көтере аламыз. Таңдар алдын өзіңіздің деңгейіңізді анықтап алыңыз. Деңгейде кітап алуыңызға кеңес берер едім, өйткені сіздің деңгейіңіздегі кітапта жаңа сөздер болады. Сонымен қатар сіз білетін сөздер де болу арқылы сіз кітапты түсіне бастайсыз. Егер де өзіңіздің деңгейіңізге сай келмейтін кітап таңдайтын болсаңыз, яғни ол қиын болса, ең бірінші сізде мотивация түсіп кетуі мүмкін. Яғни ағылшын тілін үйрену мүмкін емес секілді көрінеді. Ал егер де өте оңай болса, яғни кітапта ешқандай жаңа сөз болмайтын болса, ендеше сіз жаңа сөздерді үйренбейсіз. Және де
ол кітап қызықсыз болып кетуі мүмкін. Ең соңғы менің кеңес беретінім, тек қана грамматиканы ғана дамытпаңыздар. Өйткені сіз барлық грамматиканы білуіңіз мүмкін, бірақ та егер де сіз сөйлеуді бастамасаңыз, ендеше қанша сіз сөз білсеңіз де, қанша ережені білсеңіз де, сізге сөйлеу өте қиын болады. Сол себепті өте аз сөз білсеңіз де, солармен сөйлем құрап үйреніңіз. Оларды тез қолдану, яғни ешқандай ойланусыз сөйлеу арқылы сіз спикингді өте жоғары деңгейде дамыта аласыз. Ең бірінші сіз көңіл бөлу керек нәрсе speaking, listening, writing, reading. Біз ағылшын тілін өте оңай, ең болмаса өзіміз қиындатып алуымыз мүмкін. Бұл дегеніміз, яғни сіз егер де ағылшын тілін білетін мұғалім, мысалы әртүрлі желідегі мұғалімдер, яғни ағылшын тілінде сабақ беретін мұғалімдерді таңдап, олармен ағылшын тілін үйренетін болсаңыз, бұл сізге өте оңай болады. Яғни сізде сұрақтар пайда болса, сіз оны өз мұғаліміңізден сұрай аласыз. Егер де өзіңіз үйренгіңіз келсе, бұл бірнеше есе қиын болуы мүмкін. Сол нәрсеге дайын болуыңыз қажет. Өйткені сізде сұрақтар пайда болса, не болмаса ағылшын тілінен сіз белгілі бір тақырыптарды түсінбей қиналатын болсаңыз, сізге кеңес беретін адам болмайды. Біріншіден, егер де сізде мұғалім болатын болса, сіз ағылшын тілін үйренуді үнемі жалғастырып отырасыз. Яғни күнделікті жаңа сөздер үйренген сөздеріңізді қайталап отырасыз, және ол кісімен спикингді дамытасыз. Тек қана спикингді дамытып қана қоймай, егер де сіздің ағылшын тілінен беретін мұғаліміңіздің произношениесі жақсы болатын болса, сіздің де произношениеңіз дами бастайды. Мен айтар едім, көп адам кино көргенді жақсы көреді. Егер де мен кино көргенді жақсы көремін, ендеше ағылшынша кинолар көру арқылы ағылшын тілін үйренемін дейтін болсаңыз, ендеше сіз қателесесіз. Өйткені сіз тек қана кино көру арқылы listeningді дамытуыңыз мүмкін. Өйткені сіз кино көру арқылы тек қана listeningді дамытуыңыз мүмкін. Ал егер де оны көре отырып сөйлемейтін болсаңыз, жаңа сөздерді үйренбейтін болсаңыз, тек қана көруді жалғастыратын болсаңыз, ендеше ағылшын тілін үйренуіңіз өте қиын болады. Сонымен қатар сіз сөйлеген уақытта өте көп қателер жіберуіңіз мүмкін. Сол себепті ең бірінші ағылшын тілін жалғастырарда, не болмаса үйренер алдын оларды бөліп алуыңыз қажет. Reading, speaking, writing, listening. Осы 4 нәрсеге сіз аса қатты назар беруіңіз керек. Тек қана бір speaking немесе listeningді ғана дамытуыңыз, ол ағылшын тілін толыққанды үйренуіңізге өте кері әсерлерін береді. Сіздермен болған мен Мереке, мен ағылшын тілін үйреніп жатырмын. Меніңше сіздер де ағылшын тілін үйреніп жатырсыздар. Не болмаса ағылшын тілін үйренуге ниеттеріңіз бар. Ендеше ағылшын тілін үйренуді жалғастырыңыздар. Мен бұл видеода өзім білетін, сіздерге қолдануға кеңес бере алатын приложениелер және де кеңестер жайлы айттым. Ендеше сау болыңыздар.